Құрамында ананасы бар, кісі келсе ұялмай ұсынатын нәзік салатын жасаймыз. Ол үшін ең алдымен суға піскен картоплымызды өткіштен өткізіп ыдысымызға жайғастырып аламыз. Одан соң тауығымызды да суға піскен майталап, жақсылап турап аламыз. Сөйтіп картоптың бетіне майонез сеуіп, оның үстіне тауықты орналастырып шығамыз. Үстіне шым-шым тұз себеміз. Сөйтіп майонезімізді тағы да сеуіп шығамыз. Жұмыртқамызды өткіштен өткізіп аламыз. Сөйтіп тауықтың бетіне жақсылап тұрып орналастырып аламыз. Майонезді себеміз. Консервідегі ананасымызды жұқалап тураймыз, немесе осылай дайын күйде болады, соны орналастырамыз. Бетіне майонез сеуіп, оның бетіне сырды сеуіп шығамыз. Жасап көріңіздер.